Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өздеріңіз көріп отқандай біздің қонақжай студиямызға әнші Ерасыл Бозаев келіп жайғасты. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Жақсы. Аман, сен өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы. Борандатып бүгін таңда. Иә, таңертең борандатып жеттік студияға, бәрі жақсы. Самашы. Ерасыл, енді өзіңнің жаңа бір әнімен келіп отыр екен. Қандай ән? Атының өзгеремет екен, мен бағана сұрап қалдық. Енді қандай? Мағжан сенген жастарымыз деп жазылды ән. Ән жазған Ауғантай Иса, сөзін жазған Қуат Еженбек дейтін жақын дос балаларымыз осындай шығармашылық жұмыс жасап, сондай бір жақсы жұмыс түрінде өмірге келдігін үміттеміз. Иә, бұл бір ерекше ән өзі, ойласаң, Ауғантай бізге кеше ғана келді эфирге десең ба? Мағжан сенген жастар. Бұл қайдан шыққан идея болды өзі жалпы? Негізі идеясы мен жастарға сенемін. Былтыр елбасымыздың жастар жылы деп жаңағы жыл жариялағаннан кейін бір осы темаға, осы тақырыпқа бір жұмыс жасап көрейікші деп. Кешіп қалған жоқсыз ба? Жоқ, кешкен жоқ. Биыл еріктілер жылы ғой. Енді сонда да былтырғы жылы болса да, қайда болса да жастар еліміз жастардың қолында ғой. Иә, болашақ жастардың қолында деп жатыр. Өзіміз жас болғаннан кейін сондай бағытта, бағыты былай болды да, көлікте неге жас балалар қазақтың әнін тыңдамайды, неге бір рухтанатын әндер тыңдамайды. Кезінде мынау Ерболат ағаларымыз күшті, жақсы бағытта әндер жазылды. Соның мен қазақпын деген сияқты сол бағытта Мағжан сенген жастарымыз деген ән жаздық. Тағы бір рухтан дүниеге келді бұйырса, иә? Бұйырса, иә. Енді жаңа бейнебаян жайын айтайықшы. Бейнебаян жақында түсірілдік. 2 жұма бұрын жақсы бейнебаян түсірдік. Бірақ көктем келе жатқаннан кейін махаббаттың тақырыбында болды бұл ән. Сізге көктем қазірден келіп қалған секілді ғой. Сонда да енді болашаққа жұмыс істейміз. Мынау клип, қателеспесек. Бұның бәрібір ұмытпаймын дейтін керемет ән. Ән жазған Нұрлыбек Аман, сөзі Саят Абенов мырзанікі. Астанада түсірілді. Астанада түсірілді. Көп ақша жұмсалды ма? Таныс шақыммен өзіміз түсірдік. Бағасын айтпай қойын. Бейнебаяндағы қыз енді сіздің танысыңыз ба, кастинг арқылы өтті ма? Әлде өзіңіздің жеке өміріңізде? Қызық болды. Бейнебаянды біз балалармен келістік. 2 күн ішінде шешілді бейнебаянның тақырыбы. Бәрі жеңіл екен. Жеңіл өзім білмеймін, әйтеу жеңіл қылып. Жақсы ғой ол, тәубе. Клипмейкерлермен кездестім. Осыдан кейін 3 па 4 қызды жіберді, суреттерін. Таңдап алдым. Өзім таңдап алдым. Соның арасынан біреуін таңдадым. Ол жақта дайын кәдімгі модельдер бар. Дайын модельдер, жұмыс жасайтын, дайын, қай кезде шақырсаң келіп, жұмысын көрсетіп, любой образды. Сценарий қалай болды? Сценарийді клипмейкер екеуміз өзіміз жаздық. Отырып, шайдың астында жақсы әңгіме болып. Әнге қарап істедік те, әнге қарап жаздық бәрін. Әннің сөзіне ырғағына, жалпы әннің аты бәрібір ұмытпаймын дегеннен кейін бір қызбен кездестік. Сонымен аяқ жағында суретіне қарап тұрып ұмытпайтындай бір керемет. Бәрі де есте деген сияқты. Бағанағы әнге қайтып келейікші. Мен жастарға сенеді, Мағжан жастарға сенетін ән, ол сөзін қалай жаздыңыз? Ол сол кісінің өлеңдеріне қарап, ақынмен қалай, ол ақынды қалай таптыңыз? Көбісі сондай ән жазғысы келеді, әншілерден. Сонда ақын таппай жүреді, көңілінен, жүрегінен шығатын, ішіндегісін айтқысы келеді. Енді Ауғантай дейтін баланы танисыздар, әнші, композитор. Сол бала екеуміз жаңағы отырып, ақылдасып, басындағы негізі мынау арыстанды айбатты деп, жолбарыстай қайратты деп аламыз дедік те. Оған енді мынау үлкен кісілер бар қазір. Әңгіме қылатына жас балалар сөзді бұзды деп. Сон Ерғожа ағамызға мен барып ақылдастым. Ерғожа Тілепбердиев дейтін жазушы бар ғой, сол кісімен ақылдастым, сөйлестім. Ол айтады, сен бұл әнді өзің сияқты жас балаға жаздыр деп. Өзіңді түсінетін. Соны жаңа Қуат Еженбек, заманауи Қуат дейтін досымыз бар, өзіміздің семей жақтың азаматы. Сол баламен ақылдасып, сөйлесіп, мен әннің жобасын айттым, мен түсінді. Сонымен жаңағы біздікі қандайда бір жақсы бір сәтімен бәрі болып кетеді. Өзіңіз ниетіңізге қарай дейді ғой, не нәрсе болсын, сәтімен білмеймін, болып кетеді. Кездестік, сөйлестік,
әнді тыңдаттым, оған бірден ұнады. Содан кейін екеуміз отырып, мен де оған айтып отырып, ол да маған айтып отырып, екеуміз сөйтіп сөзін жазып, сөйтіп барып жазып. Сәлкімен болсын, ал бұған бейне баянды ойластырдыңыз ба, қалай болады? Енді шай ішу керек болып тұр ғой. бейне баянды ойластырып жүрмін, жобада бар. Өзім әскери қызметші болғаннан кейін, ұлттық ұлан әнби ансамблінде жұмыс жасағаннан кейін, мен ойлаймын, бір әскери бағытта рухты бір бейнебаян болады. Сарбаздарды көрсетіп, сондай бір бейнебаян түсіреміз ба деген ойда бар. Бастықтардың құлағына алтын сырға айтып қояйық. Үлгере көрсем, мүмкіндікті пайдаланыңызшы. Енді ұлттық ұлан әнби әскерінде, ансамблінде солистсіз, ән айтасыз. Бірақ жекеде шығармашылығы 30-ға жуық әніңіз бар екен. Иә, Құдайға шүкір. Оны қашан жазып үлгеріп жүрсіз? Әскери адамдардың көбінде уақыт болмай жатады ғой. Енді бізде әскери қызметші болғанмен біз осы өнер бағытында, музыкалық бағытта жұмыс жасаймыз. Мысал үшін әркім қандай шара болады, мысал үшін 8 наурыз, кез келген мейрам болса, сол мейрамға қарап жанындағы, қалай айтады ғой, жанындағы сапарластарың мықты болса, соларға тартыла бересің деп. Соның жанымыздағы балаларымыз, Құдайға шүкір, қазіргі таңда талантты, жақсы азаматтар жұмыс істейді. Сол бірыңғай жұмыста бізде ұлттық ұлан әнби ансамблінде жас буын. Барлығы жас балалар. Содан кейін бір-біріміздің, бәріміздің идеямыз, жақсы түсінсіз, ойымыз бәрі бір жерден шыққаннан кейін осындай жеміске жетіп отырмын деген үміттемін. Бастығымызға мыңда бір рахмет. Қолдап, әрқашанда не болса да, не істесек те айту, қолдап, Ярасыл бар, сен қолыңнан келеді, сен осындай нәрсені істей аласың, сен соған лайықтысың деп әрқашанда артымыздан поддержка беріп отыратын бастығымызға рахмет. Тамаша. Енді осы тұрғыда жаңа патриоттық деп жатырмыз, өзіңіздің 30-ға жуық әніңіз бар. Соның ішінде көбінде ескі әндер екен өзіңізде, иә? Сол бір әннен сұрайықшы, акапелла айтып бере аласыз, бір қайырмасын ба? Жақсы, былай болсын. Құдай қаласа, осы сіздерден кейін қазір тағы бір съемкам болады. Батырхан Шүкенов ағамыздың әнін тыңдап өстік бәріміз. Сол Батырхан Шүкенов ағамыздың жақында конкурсы болады екен. Соған дайындалайын деп жатырсыз ба? Соған қатысайын деп жатырсыз ба? Дайындық болып, сол бір бала күнімдегі арманның бірі еді, сол конкурсқа барып, Қызылорда жеріне барып, бақ сынап көрмекшісіз. Иә, көрмекшімін. Соны Батырхан Шүкенов ағамыздың бір Анажан деген бір керемет әні бар. Ал, жақсы. Куплет, қайырмасын. Бір куплет, бір қайырмасын. Қателік болса кешіресіздер, иә. Жақсы. Жылуын жүрегіңнің аямаған, сенсің ғой маған панай ауланам, жайқалған жапырағы бәйтерексің, балаңмын көлеңкеңді саялаған, тербетіп мені қосқанын күйеңе, аялап көкірегіңнің сәнді үніңе, әлемнің бар асылы балаң үшін, жетер ме жалғыз сенің әлдиеңе, әлемнің бар асылы балаң үшін, жетер ме жалғыз сенің әлдиіңе деген осындай керемет ән, иә? Аналар жайлы ән. Әрине, қашан да ғұмырлы ғой. Біздің студия ән айтып бастасаң, ол барып жеңесің сен міндетті. Ой, рахмет. Енді бізге қайтып келіп, осыны жаңалығын бөлісесің. Енді жақсы жаңалықпен келесіз деген ойдамыз. Енді қонаққа деге берейік, кезекті жаңа әннің бір тұсауын кесейік, соны тыңдағымыз келіп отыр көрерменде. Рахмет. Микрофонды алайық, орта сіздікі. Жақсы. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Ерасыл Бозаев, жаңа ән, тұсау кесер. Алатаудай тірегі, елім дейді жүрегі, жүрегінде тілегі, бұл алаштың жастары. Әр қазақтың баласы
өшірмейміз жүректегі мәңгі жалынды, қайраттымыз айбаттымыз елі. Намыс одан сөнбеген аласармас, асқартмас, жамандыққа ермеген мағжан сенген жастармас. Әр қазақтың баласы бар туғандарында, топырағынан жаралған бұл жердің. Өшірмейміз жүректегі мәңгі жалынды, қайраттымыз айбаттымыз елім. Ай-ай жастар-ай, мөлдіреген аспандай, самғап ұшқан сұңқардай, топты жарған тұлпардай. Ай-ай жастар-ай, шырқаламыз біз талай. Ай-ай жастар-ай, мәңгі биік асқардай. Ай-ай жастар-ай, мөлдіреген аспандай, самғап ұшқан сұңқардай, топты жарған тұлпардай. Ай-ай жастар-ай, шырқаламыз біз талай. Ай-ай жастар-ай, мәңгі биік асқардай. Ай-ай жастар-ай, мөлдіреген аспандай, самғап ұшқан сұңқардай, топты жарған тұлпардай. Ай-ай жастар-ай, шырқаламыз біз талай. Ай-ай жастар-ай, мәңгі биік асқардай. Ай, тамаша Ерасыл. Рахмет. Құтты болсын Енді- жаңа әнің. Рахмет. Мағжан сенген жастар болуға тырысайық, иә? Аумин, рахмет. Солай болайық. Тек сәттілік тілейміз, енді жақсы жаңалықпен біздің студияға келіп тұрыңыз. Рахмет, Құдай қаласа. Байқауда Құрметті сәт. көрермен, осымен бізге берілген уақытта тәмам. Біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Бүгінгі күн жақсылыққа толы болсын. Ертең жүздескенше аман сау болыңыздар.